Сәлем достар, сіздермен бірге Отбасы банкінің ипотека академиясы. Бүгін біз сіздерге пәтер сатып алуға арналған мемлекеттік сыйлықақыны күткеннен де көбірек алудың бір тәсілін айтамыз. Қызық па? Онда кеттік. Өз баспанаңызға қаржы жинау процесін қалай тиімді және қызықты етуге болады? Мұндай мүмкіндікті Отбасы банкінің отбасылық пакет опциясы ұсынады. Ол тек пәтерге ақша жинақтаудың тамаша жолы ғана емес, сонымен қатар бүкіл отбасы мүшелерін ортақ іске тартып, әрқайсының өз үлесін қосуына мүмкіндік береді. Отбасылық пакет қалай жұмыс істейді? Отбасылық пакет жақын туыстарға депозит ашуға бірегей мүмкіндік. Бұл әр отбасы мүшесіне жинақтауға қатысуға мүмкіндік береді. Бұл әрбір салымға мемлекеттік сыйлықақының өз үлесін әкеліп, жинақтардың жалпы сомасын айтарлықтай арттырады деген сөз. Мемлекеттік сыйлықақы салым сомасының 20%-ын құрайды. Бірақ ол 200 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға есептеледі. Бір салымшы бірнеше депозитке ие бола алады. Бірақ мемлекеттік сыйлықақы тек бір депозитке есептеледі. Егер отбасы мүшесінің барлығына депозит ашылса, мемлекеттік сыйлықақы әр салымға есептелетін болады. Жұмыс принципі: отбасылық пакетке ерлі-зайыптыларды, ата-ананы, балаларды, бауырлар мен әпкелерді қосуға болады. Әрбір отбасы мүшесі жеке депозит ашады және әр депозитке мемлекеттік сыйлықақы есептеледі. Тұрғын үй несиесін алғанға дейін барлық жинақтарды бір депозитке біріктіруге болады. Бұл барлық сыйлықақыларды ескере отырып, жалпы несие алуға мүмкіндік береді. Отбасылық пакет сіздің жинақтарыңызды дәстүрлі тәсілмен салыстырғанда қалай арттыратынын қарастырайық. Жеке салым 5 жылға, ай сайынғы салымдар 83 мың теңге. Барлық кезеңдегі салымдар сомасы 4 миллион 900 мың теңге. Барлық кезеңдегі мемлекеттік сыйлықақы 690 мың теңге. Барлық кезеңдегі банк сыйақысы 276 мың теңге. Жинақтардың жалпы сомасы 5 миллион 966 мың теңгені құрайды. Отбасылық пакет 5 жылға, отбасының 2 мүшесінің депозиттеріне арналған ай сайынғы жалпы салымдар 83 мың теңге. Барлық кезеңдегі салымдар сомасы 4 миллион 980 мың теңге. Барлық кезеңдегі мемлекеттік сыйлықақы 996 мың теңге. Барлық кезеңдегі банк сыйақысы 291 мың теңге. Жалпы жинақтар 6 миллион 287 мың теңгені құрайды. Яғни отбасылық бюджетке жүктеме дәл осындай болған кезде отбасылық пакетті таңдасаңыз, сіз жалпы салымдар сомасын 6-5%-ға жуық нақты пайдаласыз. Осылайша отбасылық пакетті пайдалану жинақтау процесін тиімді әрі пайдалы етеді. Маңыздысы, салымдарды қайта табыстау есептік көрсеткішті төмендетпейді. 2024 жылы Отбасы банкінің клиенттері үшін туыстарына өз депозиттерін мобильді қосымша арқылы тегін тапсыру мүмкіндігі пайда болды. Депозитті қалай тапсыруға болады? Қосымшада операциялар бөлімін таңдаңыз. Депозиттер бөлімін тауып, тегін табыстау опциясын таңдаңыз. Шарттармен танысып, депозитті таңдаңыз. Депозитті табыстайтын туысыңызды таңдаңыз. Мемлекеттік несие бюросы арқылы туыстық қатынасыңызды растаңыз. Деректерді өзгерту туралы өтінішті толтырыңыз. SMS арқылы алынған бір реттік парольді енгізіңіз. Осыдан кейін сұраныс туыстарыңызға жіберіледі. Ол оны қосымша арқылы оңай қабылдай алады. Сондай-ақ отбасылық пакет аясында салымдарды қайта табыстау опциясы жинақтарды несие жүктемесі аз отбасы мүшесінің атына біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл ипотекалық несиені алу мүмкіндігін арттырады. Мысалы, егер отбасы мүшелерінің бірі ипотека мақұлдауын алмайтын нақты білсе, бірақ оның депозитін ең көп ақша болса, ол бүкіл соманы несиені алуға үлкен мүмкіндігі бар отбасы мүшесіне табыстай алады. Және бұл жағдайда сыйлықақы мен есептік көрсеткіш жоғалмайды. Депозиттерді тек жақын туыстар мен отбасы мүшелеріне ғана табыстауға болады. Бұл тұрғын үй салымдары мен алып-сатарлық жасау мүмкіндігін шектейді. Отбасы банкінің отбасылық пакеті бұл тек тұрғын үйге ақша жинақтаудың әдісі ғана емес, сонымен қатар бүкіл отбасы мүшелерін қызықтыратын үдеріс. Ортақ қаржылық стратегия құра отырып, сіз пәтер алу мүмкіндігіңізді арттырып қана қоймай, отбасылық байланысты да нығайтасыз. Бағдарлама икемділік, ыңғайлылық және сенімділік ұсына отырып, қаржылық тұрақтылық пен жарқын болашаққа ұмтылатын көптеген қазақстандық отбасылар үшін құнды құрал болып табылады. Осылайша бүгінгі шығарылымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған ипотека академиясы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.